4 айдың 18 күні бір үлкен вақиға болды. Қытай Компартиясы Гонконгта Гонконг халық қозғалысының серкелерін, демократияны қолдайтын 14 қайраткерді белсендіні тұтқындады. Ли Жумин, Ли Жорын, Яңсын, адвокат Ван Yi қатарлылар. Әлемде қазір бұл үлкен аңыс қозғады. Америка бұған да қарсы көзқарас білдірді. Қытай Компартиясы не үшін осындай кезде адам ұстайды? Вирус жағдайы өршіп, адамзатқа қатер төндіріп тұрған ерекше жағдай кезінде белсенділерді қуғындау не үшін керек болды? Гонконг белсенділерінің тұтқындалу себебі олар былтыр 8 ай, 10 ай мезгілдеріндегі Гонконгтың заңсыз жиналыстарына қатынасты деген айып тағылған. Білесіздер, былтыр Гонконгтың демократиялық қозғалысы кезінде халық басында құзырлы органдардан рұқсат сұраған. Бұған олар болмайды деп айтпаған, ешқандай жауап бермеген. Артынша Гонконг халқы бәрібір көшеге шықты. Басында діни топтардың атынан жиналған. Гонконг заңында діни топтардың жиналысына сақшылардың рұқсаты керек емес еді. Сол кезде тұтқындалған бұл кісілер. Әрине, Гонконг Қытай сияқты емес, адамды ұстап алып, уақытша ұстап тұру орнына қамап, соттың шешімін күтетін. Бірінші тергеу аяқталған соң ғана адвокат ұсыныс ете алатын. Гонконгтың заңы салыстырмалы түрде кемелді деуге болады. Бұл адамдар сол кездің өзінде адвокат шақыртып, сол күні босатылған. 5 айдың 18 күні қайтып келіп сотқа қатысқан. Мұндай жағдай бірінші рет емес. 2 айдың 28 күні Ли Жумин тұтқындалған. Ұқсас айыппен Ли Жорын да қайтадан тұтқындалған болатын. Сол кезде заңсыз жиналыс бабымен тұтқындайтын болса, сол кезде неге қоя бере салып жарты жылдан соң тағы тұтқындап отыр? Гонконг сақшы бастығы айтады: біз заң бойынша істеп отырмыз деп. Қалыпты сауатты қоғамда заңға бағыну, заң бойынша істеу ең жоғары құндылық емес. Біз әдетте қалыпты демократиялық сауатты қоғамда жасап жатқандықтан жақсы білеміз. Заң болсын, демократия болсын, бұлардың бәрі тек қоғамның тыныштығын сақтаудағы тәсіл ғана, негізгі мақсат емес. Сондықтан біз оны ең жоғары мақсатқа айландырып алсақ болмайды. Тек мен заңға бойсынсам, заң бойынша істесем болды, бәрі дұрыс бола береді деп ойламау керек. Тәртіп сақтау үшін ойыма келгенімді істей берсем, оның бәрі дұрыс бола қою екіталай ғой. Батыс елдерінде заң пысып жетілген қоғамда халықтың заңға қаратқан танымы, пайымы жоғары болады. Егер бұл қоғам заң салтанат құрған қоғам болатын болса, үкіметтің алдымен заң бойынша жұмыс жүргізуін алғы шарт етеді. Өйткені биліктің қолында қарулы күш бар, сақшы әскер дегендей. Сондықтан халықпен билік қарым-қатынас жасағанда қолында темірдің сынығы жоқ қарапайым халықты биліктің қарулы күштерімен тең орында қарау әділетсіздік. Егер билік қастық жасайтын болса, жеке адамға, жай адамға зияны, қаупі өте ауыр болады. Заңдық мемлекетте билік үкімет алдымен өзі заң бойынша жүруі керек. Гонконг сақшыларының халықтың жиналуына рұқсат бермеуінің өзі адамдардың қарапайым құқығы мен еркіндігіне қайшылық жасағандық. Әдетте бұндай жиналыстар өте үлкен, зор көлемде экономикалық зиян салып, бұзып шығып, бүлгіншілік жасамайды. Тек жеке адамдардың көзқарасын білдіруі, талабын айтуы болып саналады. Былтырғы халық пен биліктің арасында қырғынның келу басты себебі компартияның адамдары, яғни Гонконг сақшылары қарапайым халық болып жасанып, бүлік тудырып, төбелес шығарған. Енді бұл жерде осы мәселенің, Гонконгтың осы мәселесін біз Шинжаңдағы ұйғыр мәселесі, Шинжаңдағы мынау мұсылмандарға жасалып жатқан қырғынның нақты жағдайын салыстыра отырып сөз қоса кеткіміз келеді. Мысалы, сол кезде ұйғырлар туралы, Үрімшідегі ұйғырлар көтерілісі туралы. Мысалы, менің өзім, мен қарапайым бір қазақтың жағы отбасындағы бір адам ретінде, мысалы, Қазақстанға келуден бұрын, мен ұйғырларды тентек, содыр, террорист ұлт ретінде қабылдағанмын. Өйткені бізге солай айтылды, солай тәрбие берілді, солай қабылдадық. Ал содан ұйғырлармен қоса қазақтарды топырлап түрмеге кіріп жатқан кезде Қазақстандағы кейбір адамдардың аузынан сол ұсталған қазақтарды да террорист, азғын, тобыр, діни экстремизммен қатысы бар, ұсталған адамдар қылмыстылар, өзінің қылмысы бар деп түсіндіре бастағанда, мысалы, мен төбемнен жай түскендей болдым. Сосын Қытай тілінде жаңағы университет оқыған, Қытай ұлтының менталитетін, Шинжаңдағы ұлттар арасындағы теңсіздіктер туралы аз кем түсінікке ие мен үшін алғанда, бүтін бір ұлтты қалқараға жексұрын көрсетіп, терроршыл ұлт етіп
қолдан жасап шығудың артында не тұрғанын білуге құмарттым. Сондықтан ұйғырлар туралы шынайы ақпаратты, ұйғырлар туралы шындықты білгіңіз келсе, құдықтың түбіндегі қалың бақылдаған бақаға қосылып шұрылдамай, әйтеуір бір амалдар істеп, құдықтан су алғалы келген қыздың шелегіне жармасып болса да жағаға шығыңыз. Жарық әлемді, нұрлы әлемді көріңіз. Сонда ғана бұл әлемнің құдықтың аузындай ғана тар емес, керісінше ұшы-қиыры жоқ, шетсіз шексіз ғаламның еркін құшағына құлайсыз да көзіңіз шырадай жайнап шыға келеді. Бақадан ақырындап өзгеріп адам сыйақты хайуанға өзгересіз. Ақырын кеудесін керіп жүретін нағыз адам болуға қарай тырысасыз. Сондықтан сол кезде сондай өсектер Қытайдың өзінде жүріп естіген едім. Ұйғырлардың қозғалысы, ұйғырлардың жаңағы қырғынын Қытай билігі қолдан өзі жасаған деп. Мейлі ол Қытайдың жаңа компартиясы шетелге әдейі жібергені болсын, немесе қашып үлгергені болсын, немесе шетелдегі ұйғыр демократтар менен Қытай билігіне қарсы, коммунистік жүйеге қарсы, дүниеге адамзаттық көзқараспен қарайтын саясаткерлердің көзқарасына, идеясы болсын, барлығына назар аударыңыздар, біліңіздер. Енді жаңағы осы Шынжаңдағы саясат туралы Серікжан ағаның сол кезде 2015 жылы бір Қытайдың өзінің тәмсілінен, қытайша тәмсілінен алған мынандай бір мақал бар. Мысалы, бақаны суық суда жылы суда пісіру деген Қытайдың тәмсілін түсіндірген сондай бір лекциясын тыңдағанмын сол жылдары. Ол кездерде жақсы түсінбейтінмін. Сол тура осы бақалар әңгімесі туралы. Мысалы, бақаны жаңағы қайнап тұрған суға бірден салсаңыз, ол шошып кетуі мүмкін. Сол үшін оны бақаның барлығын жаңағы суық су құйылған қазанға жинап, бақылдатып ән салдырып қоясыз. Сосын отты бірден жақпайсыз. Болмаса жаңа ғана нан пісірген тандырдың астындағы жылуы қайтпаған кесектің кішкентай бір бөлігін қазанның астына қоясыз. Сосын тағы шырпыларды әкеп жағасыз. Ол біраз жанады, жалп етіп өшіп қалады. Су жылып барып қайтадан суиды. Сөйтіп ақырындап жылы суға үйретесіз. Сосын отын әкелесіз. Отынды бір талдап жағасыз. Су ақырындап жылиды. Бақалар жылы суда рахаттанып ұйқыға кетеді. Ең соңында оянуға да шамасы келмей тірідей қатып қалады. Тура осындай түсініктегі, осындай бақа туралы осындай әңгіме, мысалы, Қытайдың бақа шаян жейтін дәстүрлі тағамдарын мысалға алып түсіндіреді. Соның өзінен өте үлкен үлкен шындық, үлкен ақиқат жатыр осы әңгіменің өзінде. Не деуге болады? Шіркін, құдықтың түбіндегі бақалар әлемі де керемет еді ғой. Шаршамайсың, басыңды ауыртпайсың. Әйтеу бір уақытта бақалар ән салатын кезде қосылып, ән салып бақылдап тұрсаң болды. Қалған дүниенің не керегі? Бақаларға тән өмірден ләззат алып, бақытты өмір сүре бересің. Сол кезде Гонконг демократиялық қозғалысы кезінде 2 миллион адамның, қарапайым халықтың көшеге шығуы кезінде Гонконг халқының сапасының, санасының өте жоғары екендігін көріп алуға болатын дәлел. Олардың өте саналылықпен жараланған адамдарға жедел жәрдем келгенде халық теңіз сияқты екіге қақ жарылып жол беріліп, жедел жәрдем шығып кеткен соң қайтадан теңіз сияқты біріккен керемет көріністі көрген едік. Осыдан олардың бейбіт шеруге шыққандықтарын білуге болады. Осындай саналы халықтың алаңға шығып өз көзқарастарын, талаптарын айтуына жол қоймастан әдейі төбелес шығару ол әділетсіздік. Барлығын сақшылар өздері келтіріп шығарды. Халықтың ыза-кегін қозғады. Енді біреу төпештеп жатса қарсылық білдіру құқығың бар ғой. Сондықтан билік алдымен заңға бағыну керек. Одан кейін халық. Егер билік қастандық ойлайтын болса, онда халықтың қорғану құқығы бар. Оларды тұтқындауды екі түрлі себеп болуы мүмкін. Бірі елдің бәрі вируспен басайланып жатқанда қалқараның Гонконгқа қарайтын мұрсашы жоқ деп есептеу. Бірақ Америка хатшысы Помпео дәл уағында мәлімдеме жасап, Қытайлар бір ел екі түзім келісіміне қайшы келіп заңды аяққа таптап жатыр деп айыптады. Білесіздер, Америка Гонконгтардың адамдық құқық заңнамасына қол қойған болатын.
Екінші, қазіргі вирус апат жағдайында халықтың жиылмайтынын біледі. Жиналса вирус тарайды деген сылтаумен ешкіліссіз, тоқтаусыз қырғын басталуы мүмкін. Үшінші, Гонконг үкіметі биыл күштеп 23-ші заң жобасын қабылдатпақшы. Мұнда кез келген саяси қимылдардың шетелмен байланыс орнатуына болмайды деген жері бар. Осы жері ең күдікті. Гонконгтың Фалунгоңы мен Американың Фалунгоңының арасын ажыратпақшы, бөліп тастамақшы. Ол мүмкін емес. Діни топтар арасында тіпті болмағанда электрон пошта арқылы да сөйлесе алады. Туыстары шетелде болса, қоғам қауіпсіздік заңдары бойынша шектеу қоятын болса, болып жатқан заңсыздықтарды шетелдегі құқық қорғау органдарына жеткізе алмасаң, онда Гонконгтың Қытайдан не парқы бар? Қытайдың заңын тіке Гонконгқа көшіріп апарып қолданған болмай ма? Гонконг орталық кеңсесінің бастығы Ло Химин бірнеше күн алдында Гонконгты мемлекет қауіпсіздігіне қатер төндіретін қауіпті білте, қауіпті тетік етіп қоюға болмайды деп айтты. Ал 23-ші тармақты білеміз. 500 мыңдай 2 миллионға адам, 2 миллионға дейін адам ереуілге шыққандықтан амалы жоқ, ол заңды қайтарып алды. Халықтың шексіз күші сол заңды қабылдатпауға әсер етті. Таласқа түсіп жатқан Еркіндік партиясына ықпал етті. Енді қазір Ло Химин осы заң жобасын қайта қолға алмақшы. Алда болатын Гонконг заң жасау сайламына байланысты 2020 жылғы Гонконг заң жасауды контролдау құқығынан Пекінді қолдайтындар айырылуы мүмкін. Гонконг заң жасау кеңесі 77 орыннан тұрады. Былтырғы нәтижеден қарағанда Пекинге қарсылардың тобы 90%-ға орын алған. Қазір оған әлі жарты жыл уақыт бар. Сондықтан бұлар 23-ші тармақты қайта қолға алу үшін алдын ала жанталасып жатыр. Яғни қой бастайтын серкелердің үнін өшіру керек болып тұр. Бірінші мүмкіндік, бүкіл әлем қарсы шығып Қытай компартиясын бөлектеуге, даралауға, оқшаулауға бара жатыр. Ал екінші мүмкіндік, Америка енді жазалау әрекетіне баруы мүмкін. Америка президентінің Гонконг мәселесінде гонконгтардың адамдық құқығына зиянкестік жасаған Ло Химин сияқты адамдардың мал-мүлкін шетелдегі мұздатып тастауына, Америкаға кіруіне шектеу қою құқығы бар. Әсіресе басшылықтағы адамдарды жазалау нысанасына айландыруы әбден мүмкін. Егер Гонконг қарапайым демократиялық негіздері бар қоғамға айлана алмаса, Гонконгтың салық төлеудегі ерекше орнын алып тастайды. Қытай құрлығы сияқты қаралады. Қазір Қытайдың қазіргі халықарадағы орны өте нашар, қорқынышты. Бұл жағдай Қытайдың жасырып жабуы мен халықараның айыптауы және төлем төлетуі мәселесін қамтиды. Сондықтан Қытай ырықсыздықтан елін жауып, шекараны бекітуі мүмкін. Қазірдің өзінде Қытай халықаралық қоғаммен еш байланысы қалмай барады. Енді ойына келгенін істесе, ешкімде таңғалмас еді. 4-ші айдың 15-ші күні Америкада Қытайдың ядролық сынағы туралы мәлімет болды. Қытай 2018 жылдан бастап Шинжаңның Лопнұр көлі өңірінде кіші көлемде 5 реткі ядролық сынақ жасаған. Сынақ жасау үшін маңайындағы елдерге хабарлау керек келісім бойынша, ал керісінше олай болмай отыр. Вирусқа байланысты Американың әскери порттарында да жұғымдалған жағдайлар болғанын білесіздер. Сондықтан бүкіл әлем қауіп ішінде тұрған кезде Қытай компартиясының Гонконг белсенділерін тұтқындауы әлем халқының, Гонконг халқының тіпті де сергектігін оятады. Халықараның тіпті де наразылығын қозғайды. Қазақы тілмен айтсақ, барлық істің бір қайыры болар. Аман сау болыңыздар.